Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Саяна. Бүгін классикалық бисквитті рулет жасайтын боламыз. Ол үшін 4 жұмыртқамыздың ағуызына шекерімізді қосып, 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Бөлек ыдысымызға сары уызымызды, бөлме температурасындағы сүтімізді және сұйық майымызды қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен бір араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосып, тағы бір біріктіріп араластырып аламыз. Енді дайын болған массамызды ағуызымызға қосып, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай біріктіріп араластырамыз. Бізде осындай масса шығуы керек. Енді пергамент қағазы төселген формамызға массамызды құйып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Рулетімізді 180 градус қызып тұрған пеште 20 минут пісіреміз. Піскен піспегендігін міндетті түрде ағаш шпажканың көмегімен тексеріп көріңіздер. Пісіп шыққан рулетімізді таза пергамент қағазының үстіне аударып аламыз. Бетіндегі пергамент қағазын алып тастап, рулетіміздің арасына варенье жағамыз. Өзіңіздің қалауыңызға қарай джем, сгущенка немесе қандай да бір крем қолдансаңыздар да болады. Енді рулетімізді жақсылап ораймыз. Осы күйінде рулетімізді 15-20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Дайын болған рулетімізді қант ұнтағымен әрлейміз. Осымен біздің бисквитті рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде сізде жасап көріңіз. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.